Енді әкеміз қақпаншы болған, құсбегі болған. Бұл Тақтөбеде білмейтін адам жоқ шығар енді. Құсбегілік деген енді білесіңдер ғой, мынау қаршыға, ителгі, шай құс дейді бізде. Құстың түрі сармажын деген құс бар. Тышқан аулап, жылан аулайды. Жоғарыда жүріп жыланды алады, төмендегі жыланды алып, жыланмен қоректенетін құстар сармажын дейді оны. Шай құс дейді, кәдімгі шайы мына шежеге, мына тауықтың балапанына түсетін. Қаршығаны білесің, ол енді қаршыға жерде де алады қоянды, жоғарыдан үйректен жақ күшті қыран қаршыға болса, үйректі де қазыда алатын болған жоғарыда. Тұйғынның бір түрі ғой, сұңқар деген, сұңқар бұлар да жоғарыда алады ғой, аңын жерге құлатып болып жейді. Жас кезінде үйде бүркіт болды, қаршыға болды. Соларды бүркітте енді салатын жер болмады бізде, ол бүркітте ашық алаң жер керек екен. Қалыңда ала алмайды екен. Қаршығаны салып қоян алдырдық. Бүркітті шығарып, аң таппай қайтып келген күндеріміз болды. Түлкіге де салып көрдік бүркітті. Бірақ түлкі қалың болғасын алдырмайды. Бүркітке ашық жер керек, ашық жерде арады. Қалыңда түлкі бұтаға кіріп кете береді, алдырмайды. Енді қаршығаны мынау құныш дейді, мына затты. Бұл дыбыс шығарады. Қаршығаны ұстайтын болсаң, осы тор құрып, кәдімгі балыққа құрылатын аудың сонан кесіп алып, болмаса солаймен бір шетін ғана ылғи қызыл жыңғылдан шыбықшаны істеп, соны айналдырып, мына тандыр сияқты қылып, ішіне тауық байлайсың, жоқ болмаса кептер байлаймыз сол кездері. Соны байлап қойып, кешке қарай қаршыға келеді қонаққа, биік теректердің басына қонып отырады. Болмаса тораңғылдарға қонып отырады. Сол күнделікті қонақтайтын жерін әуелі белгілеп алып, сол үйге, сол жерге барамыз енді даялданып. Сөйтіп болып, күн батпастан бұрын торымызды құрып, ішіне байлайтын тауығымызды байлап, болмаса кептерді байлап, осы күнделікті қонақтайтын жеріне қонақтайды, күнде келіп, аңнан келіп. Сөйтіп, құрып қойып өзіміз жатамыз. Келе сала ол енді ұйқыға кетіп қалса, онда отыра береді, алмайды, қараңғы түсіп кеткенше жүре алмайды ғой. Таңға қарай алуы мүмкін, келіп түсуі мүмкін. Соны ояту үшін мына құныш деген нәрсені тартады. Ағаштан жасалады, ортасы кетіліп, оған мына қамыстың мына жұқа жапырағынан кесіп салып, осыны қоянның даусына салып, қоянның быйқылдаған даусын шығарасын. Сосын ол сергектеніп, ұйқысын ашып, жаңағы тауықты көреді. Тауық енді кептеп, олан пытырлап, жаңағы қанатын қағып, шығып кетем деп ұмтылады ғой. Сосын оны көргеннен кейін ол келіп торға ұрады. Торға ұрағаннан кейін зорға тұрған тор өзі жабылып та қалады. Соны ұстап аламыз. Сондағы мынау құныш деген зат. Мынау енді жағалақтың дауысы. Сен көрші. Міне сондай құрылғы. Мына Күнқожа осыны керек аға дегесін жасап қолдан өзім. Соны істеп қойып едім. Міне бүгін енді алып кететін шығар. Міне сондай тақты көпіршілер. Мұның жасалу жолы құныш, енді құныш қояды. Біздің әкеміздің айты құныш дейді. Бұл жақта Қазақстанда бөтен басқаша айтатын шығар. Мұның жасалу жолы қызыл жыңғыл мынау. Қызыл жыңғылдың екі жағынан кесіп, мына өзінің ағашы ішіндегі өзінікі. Соны арасына кішкене мынау бостық қалдырасың да, қамыстың жапырағын салып, осыны темдей қылып
Екі жағын ішіне салып, қайтып мынаны орнына басасың, сосын ол қысылып қалады. Дайын болады, болған. Мынаны енді мен скотчтап, қамыстың орнына мына кілемкеден салып қойыппын. Осы қамыстың осы орнында болып шығады, жаңағыдай дауыс. Қоянның биқылдағаны, қоянның бірін бір шақыратыны, қоянда қоянды іздейсіз уақытта соның дауысына сәйкес келеді. Сосын татқаннан кейін қаржыға келіп торға ұрады.